Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар легі және студияда мен Толқынбатты Алва. Ал бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Алаяқ адвокат Игорь Антонов ұсталды. Игорь Антонов Арнольдовичке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 300 бабына сәйкес Балқаш қалалық прокуратурасына қылмыстық істер жолданды. Кәсіби мейрам бүгін халықаралық медбикелер күні. Мен медсестра болып таңдағаным, ол жаңағы адамдарға инъекция жасаған, укол салған, система салған ұнайды. Сондықтан осы мамандықты таңдадым. Үздік шахматшы Әкежан Нілтай балқашықтардың арасында бірінші орын алды. Ең мықты соперниктарым болды. Кандидат мастера спорта Канафин деген болды. Чемпион города Нұрмағанбетов Әлібек деген болды. Осы және өзге де қала жаңалықтары бірер сәттен кейін. Өзін заңгермінде белді сан соқтырып алдап келген тұрғын ұсталды. Ол 47 жастағы Антон Игорь Арнольдович. Бұл азамат жыл басынан бері балқаштық тұрғындарды алдап, қармағына түсіріп келген. Өзін заңгермін деп қарапайым халыққа заңгерлік ақылы қызметін ұсынған. Бірақ та заң жүзінде ешқандай құжаты білімі жоқ күдіктінің адамдарға көрсетпек болған арам жұмысы іске аспады. Полиция қызметкерлері тексеру барысында Антоновтың айлакер екендігін анықтады. Оған қоса күдікті кейбір азаматтарға аса ауыр қылмыс жасады деп жалған айып таққан. Осылайша қылмыстық кодекстің 4 бабы бойынша тергелген Игорь мырза уақытша ұстау абақтысына қамалды. Енді бұл қылмыстық іспен әрі қарай құзырлы мекеме мен сот алқасы айналысатын болады. Айта кетейік, өзін заңгермін деп жүрген тұрғын тойларда асаба әнші болып та қызмет атқарды. Қазіргі таңда Балқаш қаласы ішкі істер бөлімінің тергеу бөлімшесімен 1968 жылы туылған Игорь Антонов Арнольдовичке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 300 бабына сәйкес Балқаш қалалық прокуратурасына қылмыстық істер жолданды. Егер де Балқаш қаласының тұрғындары Антонов Игорь Арнольдовичтің алаяқтық ісіне алданып түсіп қалатын болса, бұл азаматтарды Балқаш қаласы ішкі істер бөліміне арызбен шағымдауыңызды сұраймыз. ЦСЖ Прибалхашстрой көшесіндегі саяжай өртке оранды. Кешкі 9-да тұтанған қызыл жалынның неден шыққаны белгісіз. Алайда тілсіз жаудың салдарына 45 шаршы метр қоршау жанып кетті. Оған қоса саяжай маңдағы 80 шаршы метр күл-қоқыс көк түтінге айналды. Дачного сезона происходит. Оқиға кезінде саяжайда ешкім болмаған. Бізге өртті көрген куәгерлер хабарласты. Осы кезде тұрғындарға айтарымыз саяжайларды тазарту барысында күл-қоқыстарды жағар кезде отпен абай болуларыңызды ескертеміз. Шөптердің толық жанып біткенін күтіп, тек содан кейін ғана кетіңіздер. Сонымен қатар қысқа тоқтың тұйықталуының салдарына тұрғындардың бірі өрт оқиғасының куәгері болды. Жидебай Батыр мөлтек аудандағы нөмір 15-ші үйде тоқсымдары тұйықталып, жиһаз бен компьютер өртке оранды. Бірақ та үйде болған азамат зардап шекпеді. По прибытию пожарных подразделений на место. Алдын ала болжам бойынша пәтердегі өрт қысқа тоқтың тұйықталуынан орын алған. Және де бұл кезде үйде пәтер иесінің туысқаны болған. Ол ішімдік ішіп алғандықтан тілсіз жауды қалай ауыздықтайтынын білмей баспанада қалып қойған. Алайда аман есен. Тегін мамандық алуға ниет білдірушілер аз. Жұмыспен қамту орталығы жұмыссыздарды осыған дейін сұранысқа ие кәсіпті меңгеруге шақырған болатын. Алайда бар болғаны 10 адам келіп тіркелген. Ал оқу болса алдағы дүйсенбіде басталады. Айта кетейік, бар болғаны 3 ай оқисыздар. Келесі мамандықтар бойынша. Олар аспазшы, автокөлік жөндеу слесарі, шаштарашы. Осы 3 кәсіптің түрін Қарағандыға барып меңгеруге тура келеді. Жол ақысы, жатын орын секілді барлық шығынды мемлекет өзі көтереді. Ал Балқашта газбен дәнекерлеуші және электромонтер мамандығы оқытылады. Және ай сайын шәкіртақы төленеді. Толық ақпаратты 75956 нөмірінен біле аласыздар. Аталған мамандықтар бойынша ниет білдірген, жұмыссыз жүрген азаматтар Балқаш қаласының жұмыспен қамту орталығы Уәлиханова көшесі 5-ші үй 12-ші кабинетке келуіңізді сұраймыз. Оқуды аяқтағаннан кейін жаңағы аталған түлектерге сертификат беріледі. Ол сертификатты алған сәттен бастап жұмыссыз азаматтарды біз тұрақты жұмыспен қамтимыз.
Қаладағы гүлзарлар әдемі түске бөлене бастады. Шақарда көшелерге гүл отырғызу науқаны басталды. Бүгін Зеленстрой мекемесінің жұмыскерлері қыс бойы жылыжайда сақталып келген гүлдерін орталық алаңға екті. Енді кезекте Қарамендебе және Астана аллеясында. Биылғы жылы қала гүлзарларына отырғызылатын әдемі өсімдіктердің түрлері көбейген. Жылда егілетін шырайгүлге арыстан ауыз, нарқайсар, жұлдызды гүл қосылған. Оларды күтіп баптау және суару да Зеленстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің міндеті. Ал түрі мен түсін тоздырмайтын гүлдер алғашқы қар жауғанша сақталады деп күтілуде. Ассортимент в этом году будет. Биыл гүлдердің түрлерін көбейтіп отырмыз, сондықтан да гүлзарлар өте әдемі болады. Алғашқы гүлдерді Ағыбай Батыр көшесіне отырғызған болатынбыз. Бірақ олардың көбісін адамдар жұлып тастаған. Тұрғындардан сұрайтынымыз қала көркі үшін жасалған заттарға тиіспесе екен дейміз. Оған қаншама еңбек кетті. Стратегия әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы билікте жүрген элитаның рейтингісін жария етті. 24 сарапшы қатысқан сауалнаманың нәтижесіне сәйкес 2016 жылдың 1-тоқсанның қорытындысы бойынша қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов көшбасшы болып табылды. Қазақстанда әзірге оған тең келер саясаткер жоқ. Одан кейінгі орын президент әкімшілігінің кеңесшісі Нұрлан Нығматуллинге бұйырды. Үшінші орында президенттің штаттан тыс кеңесшісі атышулы миллиардер Болат Өтемұратов. Төртінші орында сенатор ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Нұртай Әбіқаев. Ал 5-ші орында сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев тұр. Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков пен Алматы қаласының экс-басшысы Ахметжан Есімов 6-7-ші орындарды бөлісіп отыр. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов болса 8-ші орында. Ал рейтингте ең соңғы 42-ші орынға мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы жайғасқан. Дәрігерлердің айнымас серігіне айналып, науқастардың дертіне дауа дартуға тынбай еңбек ететін медбикелердің бүгін кәсіби мейрамы. Бұл мерекені медбикелердің халықаралық кеңесі 1974 жылы бекіткен болатын. Міне содан бастап елдің түпкірінде аталып келеді. Толығырақ келесі сюжетте. Мербике болуды бала кезден армандағандардың бірі Ақмарал Есимова. 20 жастағы маман орталық ауруханада 2 апта бойы сынақтан өтті. Ал ертеңнен бастап ресми түрде медбике қызметін атқаратын болады. Медсестраны таңдағаным, ол менің мамам аға медбике болып істейді. Мен жаңағы Қарағанды қаласында участковый медсестра болып істедім 8 ай. Сосын ол жаққа опыт алу үшін, стационарда жұмыс істеу үшін ол жаққа ауыстым. Мен медсестра болып таңдағаным, ол жаңағы адамдарға инъекция жасаған, укол салған, система салған ұнайды. Сондықтан осы мамандықты таңдадым. Сонымен қатар ертеңнен бастап орталық ауруханада жалғыз мейіргер жұмыс істейтін болады. Күні кеше ғана қалалық медициналық колледжін тәмамдаған Нұргелді Оразымбетов 1 ай бойы жансақтау бөлімінің қызмет барысымен танысып, ауыр халде жатқан науқастарға қалай көмектесудің қыр-сырын тыңғылықты үйренді. Менің таңдаған себебім, мен өзім кішкентай бала кезімнен армандаған арманым болатын, адамдарға көмектесу, қол ұшын беру. Сол себептен осы мамандықта өзіме ұнайды мамандығым. Сол себептен осы мамандық таңдадым. Маған ұнайды, бәрі жақсы, коллектив, бәрі оң көзбен қарайды. Дәстүрге сай медбикелердің кәсіби мейрамдарына орай қалалық ауруханада жас мамандар арасында байқау ұйымдастырылды. Біліктіліктерін арттырып, білгендерін сынға салатын жарысқа фельдшер, зертханашылар мен акушер медбикелер қатысты. Жалпы 12 медицина саласының маманның үздігі 1,5 сағаттың ішінде анықталды. Ал жалпы 16 бөлімшесі бар орталық ауруханада 500-ден астам медбике жұмыс істейді. Тоқматалова, Асқат Оғбаев, Өркен Медиа. Ақ пен қараның ұрысы қалалық турнирде 1-ші курс студенті тәжірибелі шахматшыларды артта қалдырды. Ұлы жеңіс күніне орай қыздар мен ұлдар арасында өткен блиц турнирге 40 ойыншы қатысқан. Ойынның шарты бойынша олар бар болғаны 5 минуттың ішінде жеңімпазды анықтаулары тиіс. Ал 15 жастағы Әкежан Нілтай өзіне қарсылас ретінде тәжірибелі ойыншыларды таңдап алған. Олардың ішінде классикалық шахмат түрінен қала чемпионы, спорт шеберлері және бірнеше дүркін облыс жеңімпаздары бар. Әкежан олармен 9 ойын өткізіп, оның бәрінде жеңіске жеткен. Нәтижесінде ұлдар арасында бас жүлдеге қол жеткізді. Мен уақытымды үнемдеп ойнадым. Ең мықты соперниктарым болды. Кандидат мастера спорта Канафин деген болды. Чемпион города Нұрмағамбетов Әлібек деген болды.
Бүгін жаңалықтарымыз осындай. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар легі, ал ертең кешкі сағат 20:00-де аптаның қорытынды жаңалықтарын күтіңіздер. Біздің арна қосулы болсын. Сау болыңыздар.